Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен сливкиден, яғни кілегейден май шайқап алатын боламыз. Бұл майдың президент майынан және де үйдің қолдың майынан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Президент майынан артық түссе кем түспейді. Кілегей дегеніміз не? Кілегей дегеніміз сүтті сепаратордан өткізгенде майлылығы жоғары сүт тағамы болып есептеледі. Және де өзінде құнарлы заттары көп. Құрамында А, Д, Е витаминдеріне өте бай. Мен осы майды бір 15 минуттың шамасында жақсылап шайқадым. Алдымен лопатканың көмегімен шайқадым. Қарасан болатын түрі жоқ, сонымен қолмен шайқауға кірістім. Тура бір ауылдағы сияқты. Өзімде бір керемет сезім болды. Кәдімгідей шайқап жатқан кезде суының бөлек бөлінгенін байқайсыздар. Суын да тастап жібермейміз. Суы да ашымаған, ешқандай бұзылмаған, кез келген бауырсақтың не болмаса булочкаларға салып қамыр илесеңіздер де болады. Маған нәтижесі өте қатты ұнады. Сіздер мысалы 1 литр кілегей алатын болсаңыздар, оның жартысы май болады. Яғни 1 литр кілегейден жарты килограмм май алсаңыздар болады. Менде осы жерде 300 грамм сливки. Бұл жерде қазір мен сіздерге дайын болған кезде таразыға өлшеп қанша грамм шыққанын көрсетіп беремін. Мінекей, майы бөлек, суы бөлек ажырады. Енді салқын суға салып, жақсылап шайқап тазалап алдым. Тазалап алған майыма кішкене тұз салдым және де араластырдым. Енді салмағын өлшеп көрейік. Салмағы бізде 154 грамм болды. Сонда 1-1 болады екен. Оны морозильникке салып қойдым кішкене уақытқа. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай нәтижесі өте керемет. Жасап көріңіздер.